бір жасағаннан осындай кестелі болып шығатын өте керемет құймақтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін жылы айран, жылы су, ұн, сұйық май, қант және ас содасы қажет болады. Жылы айранымызға содасын салып жақсылап араластырып аламыз. 5 минутқа қалдырамыз. Одан кейін 5 минуттан кейін қалған құрамды салып бастаймыз. Жұмыртқа, қантымызды, сұйық майымызды салып араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін ұнымызды сала отырып, үкіштен өткізіп ұнымызды сала отырып араластырып, ең соңында қайнақ суымызды құятын боламыз. 2 бөлікке бөліп жақсылап араластырып аласыздар, ешқандай артық қалмауы керек. Жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алдым. Қызып тұрған табамды жақсылап майлап алғаннан кейін осылай ожаумен құясыздар. Беті осындай болып шығады. Тесіктермен қатты қызып тұрса осылай болады, достар. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Және менің Instagram, YouTube каналдарыма, парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің рецепттерімді жоғалтып алмас үшін сақтап алып, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Құймағымыз дайын болды.